Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Назарларыңызды аударыңыздаршы. Бүгін 27 қыркүйек 2021 жыл. Мен қазір Арбедель деген қоғамның сайтында отырмын. Алдында мәлімдегендей, бұл қоғамдық қор мені экс-президент Назарбаевтың ар намысына тіл тигізді деп менің үстімнен шағымданды. Сол себептен ертең сот отырысының алдын ала әңгімесі болады. Ал енді мына сайтқа көз жүгіртсек, барлық мәлімдеме тек орыс тілінде. Еш жерде қазақ тілінде ақпарат жоқ, және де қазақ тіліне көшуге мүмкіндік беретін түйме де жоқ. Яғни қазақ тілді азаматтар бұл қордың көмегіне жүгіне алмайды. Ал миссиясын жерге жазып қойыпты, қараңыздар. Бұл қор әр қазақстандықтың жеке құқықтары мен бостандықтарын қорғайды екен. Ал іс жүзінде тек орыс тілділердің құқықтары мен бостандықтарын қорғап отыр ғой. Енді орыс тілін білмейтіндер оқи алмаса, мына жерде түсінбесе ақпаратты, олар қалай бұлардың көмегіне жүгінеді. Ал негізі тілдер туралы заңның 21 бабында барлық ақпарат, жарнама, тағы басқа көрнекі ақпарат қазақ мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылу керек деген. Ал сонымен мына Арбедель қоғамдық қор өзі Қазақстан заңын белшеден басып, қазақ тілдердің құқығын таптап отыр. Осыдан өздеріңіз ұйғарым жасай беріңіздер.